Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарынастың тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы және сурда аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Астанада өткен шетелдік инвесторлардың кеңесі аясында еліміз үшін тиімді келісімге қол қойылды. Құжатқа сәйкес Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының канадалық Камеко корпорациясымен бірлескен жобасы Инкай кәсіпорнындағы үлесі 40%-дан 60%-ға дейін артады. Компания басшылары қол қойған келісім шеңберінде тараптар әлемдік металл нарығындағы тұрақсыздық пен Қазақстандағы қолайлы инвестициялық ахуалды ескере отырып, екі жақты тиімді әріптестікті 2045 жылға дейін жалғастыруға уағдаласты. Біздің таза үлестік құны 1 миллиардқа дейін өсетін болады. Бюджетке де ол өте пайдасы мол келісім. Жылына түсетін салығын әлдеқайда көбейеді.